Егер кабель желісін төсеу бойынша бекітілген жоба болмаса, алдымен қажетті геодезиялық жұмыстар мен өлшеулер жүргізілу қажет болады. Содан кейін төсеу орнына қосылатын объектінің қуатына байланысты кабельдің маркасы мен қимасын алдын ала белгілеп, жобалау құжаттамасына толтырады. Сондай-ақ кабельдерді қорғауға арналған қосымша элементтер мен шеткі муфталар санын көрсету қажет. Ашық жерде кабель желісін төсеу үшін ПВВП, ВБШВ, ААБЛ маркалы ленталы брондалары бар кабель қолданылады. Осы маркалардың кабелі алдын ала қазылған траншеяда қосымша қорғаныс элементтерінсіз төселу мүмкін. Кабельді салғаннан кейін кабель трассасына көлденең бір қабат плиталардың немесе кірпіштердің көмегімен кездейсоқ зақымданудан қорғау жүзеге асырылады. Алдын ала себу жүзеге асырылады және кабель осі бойынша сигналдық таспа немесе ПЗК плиткасы төселеді. Және траншеяны түпкілікті жабу жүргізіледі. Ашық жерлерде төсеу үшін мысалы АВВГ, NYY, ТПП, ЭП және тағы басқалар сияқты қорғаныс жабынынсыз кабельдерді қолдануға болады. Алайда оларды механикалық зақымдалудан қорғау үшін арнайы қорғаныс қажет болады. Екі жақты гофрленген құбыр коммуникациясының әр түрлерін төсеу үшін қолданылады. Олар күш кабельдері, желілік және телекоммуникациялық жүйелер. Қажеттілігіне байланысты гофрленген құбыр күштік кабельдер үшін қолданылу мүмкін. Қызыл немесе қара түсті құбыр қолданылады. Ал байланыс және телекоммуникация жүйелері үшін көк түсті құбырлар қолданылады. ПНД құбырлар екі қабырғалы гофрленген құбырлар сияқты кабельдердің барлық түрлерін төсеу үшін қолданады. Темір бетон науалар негізінен жұмыс кернеуі 35 киловольттен жоғары кабельдерді төсеу үшін қолданады. Бірақ күштік және ақпараттық кабельдердің кез келген басқа кабельдік желілерді барынша қорғауды қамтамасыз ету үшін де пайдаланылуы мүмкін. Егер батпақ, өзен және үнемі қатқақ жерлер арқылы кабель желісін салу қажеттілігі пайда болса, онда дөңгелек сым брондалары бар ПВКАП, АСКЛ, ААПЛ маркалы кабель салу қажеттілігі туындайды. Бұл кабельді монтаждау қосымша қорғаныс элементтерінсіз жүзеге асырылады. Жолды қиып өту үшін қорғаныс жабындарымен немесе қорғаныс жабындарынсыз кез келген кабельдерді пайдалануға болады. Бірақ оның алдында жолдың астында көлденең бағытталған бұрғылау жүргізіледі. Содан кейін ПНД құбыр тартылады. Ал содан кейін мұнда кабель тартылады. Көріп тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.